Дұрыс сөйлейік атты аудио бағдарламалар циклі біз әңгімемізді жалғастырамыз. Бізде сұрақ өте көп, Анар ханым жауап беруге дайын. Анар ханым, енді қысқа нақты қойын, соны ары қарай тарқатып алып кетсек, ауызша және жазбаша сөз нормаларына тоқталсақ, тереңірек түсіндіріп өтсек осыны тыңдармандарымызға. Өте жақсы сұрақ. Норма деген сөз әдеби тілге қатысты. Кез келген тіл, ол мықты тіл болу үшін, ол жалпы халықтық тіл болу үшін, ұлттық тіл болу үшін, бір кішкентай ғана азын-аулақ этникалық топтың тілі болып қалмау үшін, оның әдеби тілі болу керек. Әрине. Ал енді әдеби тілді айыратын ең басты белгі оның нормасы болуы. Норма дегеніміз белгілі бір реттілігі, жүйесі, барлық тілдік ұжымның барлық мүшелеріне түсінікті болатын тәртібі. Тілдің нормасы дегеніміз осы. Енді бір қызығы әдеби тілдің жазбаша түрінің нормалары бөлек болады да, ауызша тілдің өзінің ерекше бір нормалары болады. Мысалы, әріптерді жазған кезде біз білеміз, айтылуда, дыбыстауда басқа дыбыс естіледі, бірақ оны жазған кезде, оны басқа дыбыстың әрпімен таңбалайтын тұстарымыз да болады. Міне осыны жазба тілдің нормасы, яғни орфографиялық ережелер реттейді. Ал енді ауызша тілдің нормасы тұрғысынан айтатын болсақ, ауызша тілдің нормасы тұрғысынан айтатын болсақ, алдымен біз дұрыс сөйлеу нормаларын, яғни қазақ дыбыстарының сөз ішіндегі бір-бірімен үйлесу тәртібін білуіміз керек. Жазба тілде мәтін берілген кезде жазба тілдің нормасымен кодталады, ал ауызша сол мәтінді айтқан кезде, дыбыстаған кезде біз ауызша тілдің нормаларына ауысуымыз керек, ауызша кодтарға түсуіміз керек. Енді мысал келтіретін болсақ, қазір көп дауласып жүрген мәселенің бірі шәй, жай деген сөздерді журналистер әмен жазады. Бұл жазба тілдің нормасын бұзу. Әрине. Өйткені ол жердегі негізгі дыбыс дейміз біз енді, ғылыми тілмен айтсақ оны фонема дейді. Ол жердегі фонема жуан дауысты а дыбысы. Оны қалай тексереміз? Қазақ тілінде бар септігінің жалғауын. Жалғау, соны тексерудің бір тәсілі ретінде өзі бекіп отыр бізде енді. Басқа да түрлері бар тексерудің, бірақ көпшілік үшін түсінікті болу үшін бар септігі. Балаға да түсінікті. Мысалы, Нұрсұлтан, сен мені шайға шақырасың ба, жоқ, шайге шақырасың ба? Шайға шақырасың мені, дұрыс. Шай дегенде жіңішке айтасың, бірақ бар септігін жуан жалғайсың. Егер шай деген сөзде негізгі дыбыс болса, сен мені шайге шақырар едің. Ал бірақ негізгі дыбыс ол жерде а. Дегенмен енді ауызша сөйлеген кезде шай, жай, жайлау деп айтпайтын шығармыз. Айтсаңыз, онда сіз ауызша сөздің нормасын бұзып тұрсыз. Өйткені ауызша сөздің нормасы бойынша қазақ тіліндегі ш, и, ж, и дыбыстарының ортасындағы а дыбысы болып жіңішке айтылады. Жақсы. Норма дегеніміз енді осындай мәселелер. Енді норма мен жүйелілік деген құбылыс бар. Мысалы, тілде жүйелілік үнемі сақталып отырады. Бірақ кейде сол жүйеге сәйкес келеді, бірақ норма емес тұстар да бар. Мысалы, қараңыз, ш жұрнағы қазақ тілінде зат есім, соның ішінде кәсіп атауын жасайды. Мал, малшы, қой, қойшы, бірақ тауық, тауықшы деп айтпаймыз, болмайды олай. Жүйеде болады. Жүйеде болады, бірақ нормада жоқ. Осындай да құбылыстар бар. Осыған байланысты, мысалы, тағы да бір қызық жайт бар. Тіл логикаға бағынбайтын құбылыс, бәрі логикамен бола бермейді. Осыны көп ескермей, бізде қазір мынау туылды дегенді айтып жүр. Мен тудым. Норма бойынша мен 1974 жылы тудым деп айтуым керек. Бірақ қазіргі жұрт оны логикаға салады. Қазіргі жұрт демей қойын, әсіресе әлеуметтік желіде, кейбір желілерде, осы мәселе. Логикаға салады да, ол қалай мен тудым болмау керек, қой, мен тудым болса, ол мен бір объектіні дүниеге әкелдім деген сөз. Сондықтан мен туылдым болу керек дейді.
бұл Негізі? енді қате, бұл қате. Өйткені тілде, мен сіздерге айттым ғой, жүйедегі нәрсенің бәрі норма бола бермейді, логикадағы нәрсенің бәрі норма бола бермейді. Тудым деп қазақ тілінде бекіп кетті. Бүкіл ұжым қанша ғасыр бойы қазақ тілінде сөйлейтін ұжым тудым деп қолданылып келді. Біздің беделді корифейлеріміз, жазушыларымыз, қоғам қайраткерлеріміз өзінің өмірбаяндарын осы ғасырда да, өткен ғасырда да туған осы тұлғаларымыз өмірбаян жазғанда ешқайсысы мен туылдым деп жазған жоқ. Сондықтан осындай нәрсені қою керек. Мінекей, естідіңіздер ғой, сондықтан тудым деп сөйлейік, және әлеуметтік желіде әр жерде жазылған кезде дау тудырмай қойықшы. Тудым дұрыс, мінекей. Тудым деген ол тілде бекіген норма. Рахмет Анар ханым, онда мен сізді дәл қазір бағдарламамыз, яғни циклымыз аяқталып келе жатыр. Шайға шақырамын. Дұрыс. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.